деніңіз ауызақ болсын жасың аға. Қандай керемет кездесі болды. Өйткені бір сөйтсем, өзім келмесем де, өзімнің өлеңдерімді, әндерімді білетін адамдар бар екен. Қандай әдемі орындап жатыр. Қуаныштымын. Ерекше ықыласпен қарсы алып жатыр. Иә, қазақ бар жерде қазақтың рухы бар, қазақ бар жерде қасиет бар. Сондықтан мынау керемет шығыстағы қасиетті таулардың өр рухы әрбір адамға рух беріп тұрған сияқты. Бабамның жері қандай қасиетті, бас иемін. Жарқырай берсін, жайнай берсін, Шығыс Қазақстаным, өскеменім деп арнай өлең жазып келдім. Сондықтан өзімнің оқырмандарыммен кездесуім жай ғана кездесу емес, бұл өмірдің мәңгілік жазылған парақтары деп ойлаймын. Сондықтан өмір өткен күндер емес, есте қалған күндер дейді. Әсер өте мол, ризамын. Осындағы оқырмандарыма, тілеулестеріме алдарыңызда басым иемін. Әкім ағамыздың шығармашылығымен көпшілік адам таныс деп айта алмаймын. Дегенмен де осы кештің арқасында бірталай адам Әкім Ысқақ деген кім екенін танып біліп қалды деп ойлаймын. Біздің кітапханамызда ол кісінің 3 кітабы бар екен. Енді бүгін міне ағамыздың тапсыруымен тағы да біраз кітаптарға толықты. Әкім ағамыздың әндері өте көп, 30-дан астам кітаптың авторы, өлеңдері әнге сұранып тұрған сондай лирикалық өлеңдер. Енді ол кісінің және өзінің әндері орындалды. Және өте көп өз аузынан әңгімелер естідік. Сондай оратор екендігін көрсетті ол кісі. Алдында отырған аудиторияның жүрегін жаулап алып, өзінің өмірі мен қызметіне байланысты көптеген ақпараттарын беріп, соған біз қанықтық.